6 жұмыртқамыз шағып алып, сүтімізді осылай 6 қасық сүт құямыз. Осындай сұйықмай құямыз. Рецепт бойынша істеген жақсы болады. Сосын азынтай тұз саламыз. Осылай араластырып аламыз да. Бүгін біздер жұмыртқа бүрек жасайын деп жатырмыз. Осы қамырымызды осындай домалақ қылып кесіп. Достар, осындай қамырымызды кесіп, осылай бүгіп, ортасы осындай ашық қылып қалдырамыз. Ішіне жұмыртқа құю үшін. Осы жұмыртқамыздың ортасын ашық жерінен жұмыртқамызды осылай құйып, аузына резко бөгіп тастаймыз. Сосын ар жаққа суға саламыз. Ортасын осындай ашық жерінен не қылып. Бұл өте полезный тамақ. Осындай піскендері қалқып шығады. Соны сүзіп аламыз. Мына сүзіп алып, осындай ішіне айран салып қоямыз. Или айранмен жей алмайтындар сармайға араластырса болады. Достар, жұмыртқа бүрегіміз дайын болды. Үстіне осында айран құйып араластырамыз. Мына піскен түрі. Ортасы күшті болып шығады. Пісіріп жеп қараңыздар.